Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен біз қысқа арналған лечо салатын жасаймыз. Күнделіктіге жеуге жасап қойсаңыздар болады. Көріп тұрғандай өте керемет болып шығады, сочный болып шығады. Балдарға да ұнайтын болады міндетті түрде. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Алдымен бізге қызанақ, болгар бұрышы, жуа, сәбіз және де укроп пен петрушка қажет болады, және де сарымсақ қажет болады. Алдымен қызанақтарымызды осылай мясорубкіден ет тартқыштан өткізетіндей етіп ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Қызанағымыздың бәрін ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Қызанақтарымыз осылай турап болған соң, енді болгар бұрышына өтетін боламыз. Болгар бұрышын өзіңіздің қалауыңызша етіп кессеңіз болады. Маған осылай қатты үлкен емес, қатты кіші емес, орташа көлемде тураған ыңғайлы болды. Жегенге де ыңғайлы осылайша барлығын турап алатын боламыз. Болгар бұрышымыз турап болған соң, келесі жуамыз турап алатын боламыз. Бізге жарты келі жуа жарайды. Одан көбі керек емес. Жуамыздың барлығын осылайша көбік етіп турап аламыз. Енді бізде сәбізіміз қалды. 750 грамм сәбізімізді осылайша теркіден өткізіп алатын боламыз. Өзіңіздің қалауыңызша сіз майдалап турасаңыз да болады, болмаса ірі етіп турасаңыз да болады. Енді сәбізімізді өткізіп болған соң, қызанағымызды осылайша мясорубкіден, яғни ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз барлығын. Сол кезде салатымыз әдемі шығады. Нан батырып жесек те, тамаққа саласақ та жегенге ыңғайлы болады.
барлығын турап болған соң бізде сарымсағымыз бен петрушка, укропымыз қалды. Оларды да алдын ала турап дайындап алатын боламыз. Сарымсақ турап болған соң укроп пен петрушкамызды турап дайындап алатын боламыз. Бір бау укроп, бір бау петрушка қостым. Қалауыңызша қоссаңыз болады. Бұл көпті кетеді десеңіз, жарты баудан қоссаңыз да болады. Петрушка мен укроп салатқа әдемі дәм беретін болады. Сондықтан молдау етіп қостым. Мінекей менде петрушка, сарымсақ, укроп және қызыл бұрышым дайын, ащы қызыл бұрыш. Осылайша қазанымызды қыздырып, оған 220 мл, яғни бір кружканы толтырып және де шамалап құйсаңыз, салатымыз әдемі шығады. Қатты майлы емес, қатты майсыз емес. Буаңызды осылайша қатты қызартпайсыз. Шамалы сарғайған соң оған болгар бұрышымызды қосып, екеуін әбден қуыратын боламыз. 10 минуттай қуырамыз. Қатты отта емес, шамалап орташа отта осылайша қуырып алатын боламыз. Болгар бұрышымыз шамалап еріп, яғни шамалап азаяп, сол кезде оған сәбіміз болгар бұрышымыз дайын. Әбден соғы шықты. Енді осыған сәбізімізді салып, оны да 10 минуттай баяу отта қуырып алатын боламыз. 10 минуттан соң мінекей сәбізіміздің де соғы шығып, әдемі болған соң оған ет тартқыштан өткізілген қызанағымыз салып, осылайша араластырып 40-45 минут қайнататын боламыз. Салат дайын болуына 10 минут қалған кезде осылайша сарымсағымызды, қызыл бұрышымызды, мен бір түйір қызыл бұрыш қостым. Укроп, петрушкамызды салып, шамалы 10 минут қайнатып алатын боламыз. Төрт қасық тұз саламыз, және де 4 қасық қантымыз саламыз. Егер шамалы аз болып жатса, одан шамалы көп қосасыз. Егер тәтті ұнамайтын болса, қанттан шамалы аздап қоссаңыз болады. Мінекей салатымыз дайын. Енді жабуға шамалы 2-3 минут қалған кезде уксусымызды құйып жіберсек болады. Сізде егер 70% уксус болса, 2 қасық жарайды. Менде 6% болғандықтан 3 қасық уксусымызды құйып араластырып аласыз. Шамалы 1-2 минут қайнаған соң банкіңізге құйып жаба берсеңіз болады.
осылайша стерилденген банкіге құйып алып, банкілерімді жауып алдым. Салаттың дәмі өте керемет шықты. Менде 6 килограмм помидордан 7 литр салат шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Құрғақ емес, өте жақсы, сочный болып шығады салат. Сізге рецептім ұнаса, каналыма міндетті түрде тіркеле кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.